Бір үйдің жалғыз қызымын. Менен кейін жалғыз бауырым бар. Ата-анам бізді елдің алды етіп өсірді. Әсіресе мен. Ешқандай қыздар мені ұнатпайтын. Меніңше тәкаппарлығымнан. Ата-анам беделді кісілер болды. Үнемі қызмет бабымен алыс жақын елдерде сапарда жүретін. Ол кезде мен мектеп оқушысымын. Бірақ үйде жалғыз қалсақ та ешқайда қаңғырмайтынмын. Өйткені ауылдасыма қатты ғашық едім. Ол менімен құрдас. Бала махаббат қой. Бірақ киген киімін, жүрген жүрісін көріп бірден онымен сөйлескім келмей қалатын. Мен есік алдының шөбін жұлып көрген қыз емеспін. Нашарлау тұратын ауылдың келіншектері кеп жинап, шөптерін жұлып берген үшін ақшасын төлейтінбіз. Мінезім өте нашар. Ата-анамның менің айтқанымды істеп шыр көбелек жүгіргендеріне үйреніп қалғанмын. Бірақ мектепте үздік едім. Жақсы оқитынмын сабақты. Білім грантын ұтып алып Астанаға оқуға кеттім. Тікір қырсық мінезіммен жоғары оқу орнында да ешқандай қызбен құрбы бола алмадым. Бірақ жалғыз группаласыммен сөзіміз жарасты. Мүмкін жерлес болғандықтан сабағымды өте жақсы оқыдым. Соңымнан жүрген жігіттер өте көп болды. Жүрдім де, сүйістім де. Бірақ қырсық мінезім жігіттерге ұнайтын. Болмашы нәрсеге тартысып сөз таласып қалсақ мен қырсық қарамай, жалынған сайын қырсығып, кешірмей кетіп қалатынмын. Талайы жылап қасыма келді. Мен болсам кешірмедім. Тең солардың көз жасы шығар менің бақытсыздығым. Маған тек мені еркелетіп, менің айтқаныма көне беретін жігіт ұнайтын сыңайлы сол кездерде. Солай жасым 24-ке келгенде таңдай тазыға жолықтым. Бұл өмір маған Алланың берген сынағы еді бәлкім. Мен тұрмысқа шықтым. Ешкім зорлаған жоқ. Құлақпен сүйіп қалдым. Сөздер мен бағалы сыйлықтарға ұштым. Өзімнен 4 жас үлкен жігіт мені қармағына түсірді. Беделді жұмыста органда істейтінмін ол кезде. Солай қыз болып ұзатылдым. Барған жерім кәдімгі ауыл. Мен өмірімде ошаққа тамақ істеуге болатынын, ыстық нанды үйде жабуға болатынын сол кезде көрдім алғаш. Бірақ барған күнімнен жігітімнен көңілім қалды. Өйткені ол маған көңіл бөлмеді. Ақ төсекте мені аялап өппеді. Мен ыстық құшақты сезініп, махаббатты сезіне алмадым. Мен ол үйге жай ғана қызметші сыңайлы барған сияқты едім. Қолмен кір жууды, газге су жылтып, үйдің ішінде шомылуды үйрендім. Үйде сиыр сауып, құрт жасауды да. Мен бірін үйрендім. Көндім, тек махаббатты сезіне алмадым. Соңғы кездері көп ұрсатын болдық. Мен жылап алатынмын, неге баламыз болмайды деп. Ол ішпейді, шекпейді. Мінезі жап-жақсы. Тек бала мінезі бар еді. Отырған жерде үнемі түртіп аяғын шымшып отыратынмын. Тексеріліп те көрдік, менде бірі жақсы ақау жоқ. Бірақ жолдасымды өте көп емдеу керектігін айтты врачтар. 3 жылдан аса емделді. Нәтиже жоқ. Үнемі ұрысып қалсақ ол маған тіпті қарамайтын. Мен де сол, біз бірімізден қатты суып кеттік. Аяғымен шаршағанымды, оны сүймейтінімді, кеткім келетінін айттым. Ол мені жұбатудың орнына өзі шығарып салды. Мен солай төркініме қайта келдім. 3,5 жыл дегенде әкем де, анам да құшағын жая қарсы алды. Қызым, сенің қайтып келеріңді сезген едік деп өксіп жылап алды. Іштері күйіп жатқанын сездім. Ата-анамның қасында қандай бақыт жүру деген. Бұл қуанышым 3-4 айға ғана созылды. Мен шынымен ата-анам болса да жалғыз сезінудемін өзімді. Осылай жалғызсырап жүргенде сол баяғы алғашқы махаббатымды кездіріп қалдым. Шынымен махаббаттың тылсым күші бар екен. Жылап алдым оны құшақтай. Оның қалтыраған қолдарын ұстап абден өксіп жыладым. Оның да біраз жыл бұрын үйленіп ажырасқанын сырттай естіген едім. Ол да жалғыздықтан жабырқап жүргені маған сезілді. Солай күнде кездесетін болдық. Үнемі жұмыстан үйге алып кеп тастайды. Бір қолы рөлде болса, бір қолымен менің қолымды ұстап алады. Мен шынымен бақытты махаббатты қайта сезгендей болдым. Осылай 3-4 ай кездесіп, сезімге беріліп, біз некесіз бір рет жақындасып қойдық. Ол темекі тартады. Сүйгенім соншалық темекі тартқанына да сүйсініп қарап отырамын. Оны жоғалтудан қатты қорыққаным соншалық қатты қызғанамын.
оның адал екенін білсем де болмашы нәрсеге ұрыс шығара беремін. Оны жалықтырып та алған сияқтымын. Мінезімді дұрыстай алар емеспін. Оның үйі біледі мені. Үйлендіреміз деп отыр. Менің анам да біледі. Бары шынайы. Бірақ мен болмашыға оны кіналап ұрсыз дей беремін. Өз-өзіме түсіне алар емеспін. Бірінші күйеуімнің мамасымен жұмыс істейтін мекемеге келіп кетіп жүр. Түсінбеймін неге келіп жүргенін. Менің кабинетімді де сұрап әріптестерден. Есігім алдына келіп біраз тұрып кеткенін де көргендер бар. Мені баласына қайтарғысы келіп ескішілік істеп жүрген жоқ па екен деп қорқып отырмын. Өйткені мен соңғы кезде күйеуімді қатты сағынып жүрмін. Жігітіме жаңа хабарласып мені мазалама деп ұрыстым. Өзімде білмеймін неге олай айтқанымда. Ол шынымен хабарласпай кетсе не істеймін? Күйеуімді де сағынып болмашы қорқынышты түстерді көріп жүрмін шайтан қыздарды. Күйеуімді сүйген емеспін. Бірақ неге бұлай болып жатыр екен? Өз-өзімді түсіне алар емеспін. Қатты ашуланшақ болып кеттім. Негізі ескішілікке сене бермейтін едім. Молдаға оқытылмай, ойымды қалай тазаласам деп ойлап жүрмін.